Қайырлы таң ханымдар. Міне осындай әдемі табиғатта таңғы серуенде. Мен ұзақ уақытқа демалыстан кейін енді шығып жатырмын YouTube каналыма. Мені бұрыннан көріп жүрген, оқып жүрген оқырмандарым білет. Мен бұрын үйде отырдым, баламен отырдым, және ата-енемен тұрдым. Ауылда, Қызылордада, мысалы Қызылорда қаласында тұрдық. Сол кезде мен тігін саласымен қатты қызығушылығым басым болып, тігін саласында тіккен болатын. Тігіп, үйде түсіріп, жұмыста түсіріп, бар білгенмен бөлісуге тырысатын қыздармен. Енді өмірімнің жаңа сатысына келдім. Жасым қазір 26-да, енді 27-ге бұйырса қыркүйек айында, сентябрьде толам. Осы уақытқа келгенде менің ойымда, жасымда өзгергендей ойымда өзгерді. Қазір мен жаңа маман иесімін, массажист, детский взрослый массажист. Алдағы уақытта мен бұл салада тоқтап қалмай, әрі де өзімді дамытқым келеді. Психология жағынан болсын, жаңағыдай адамдарға пайдалы бұл шипа беру, мысалы остеопат, массажист, детский массажист қазір жасап жатқан тәжірибемен, біліммен әрі қарай дами беретін болам. Және осы парақшада сол бар білгенмен барынша бөлісуге тырысатын болам. Осы тоқтап қалған YouTube каналымда өсіп қанша оқырман, 3000-ға жуық оқырман жиналыпты. Осы уақытқа шейін енді тағы да жалғастыратын болам. Алда менен пайдалы массаж саласына және хиджама саласына, бет күтімі, бет массажы туралы ақпараттар білсеңіздер болады.